Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бұл Соққы Лайф YouTube арнасы. Біз бүгін Ағылшын премьер лигасындағы жағдай жайлы сөйлесеміз. Ливерпуль командасында не болып жатыр? Мұхаммед Салах, Криштиану Роналду сияқты сұхбат беріп, кәдімгідей Арне Слот не Салах кетуі мүмкін деген сияқты қазір әңгіме тарап жатыр. Соны біз талқылаймыз. Ливерпуль Лидске қарсы ойынын айтамыз. Одан бөлек Челси мен Бормут арасындағы матч бар, 0-0 есебімен біткен. Астон Вилла, Арсенал, супер ойын, әлбетте Манчестер Сити, Сандерленд және Ла Лигада Барселонаның ойыны бар. Сұмдық матчтар. Біз әдетте жексенбі күні емес, дүйсенбіде шығатын едік. Дүйсенбі күні біздің видеоларды көруді әдетке айналдырған көрермен жексенбі күні тамашаласыншы осы видеоны деп жатырмын. Себебі ыстық күйінде бұл шығарылымды халыққа ұсыну өте маңызды болып тұр. Оның бірнеше себебі бар. Біріншіден осындай Ливерпульдегі жағдай, АПЛ-дағы мәселе, Арсеналдың Астон Вилладан жеңіліп қалғаны, мынау АПЛ-дағы чемпиондық табасын шиеленісіп жатқаны біз ыстық күйінде жексенбі күні айтқымыз келді. Екінші себеп, бүгін топ матчтар өте аз. Ары кетсе сол Реалдың ойыны бар. Оны біз Чемпиондар Лигасының матчын талқылаған кезде сейсенбі күні айтып жібере саламыз, және одан бөлек Фон Тим арнасында дүйсенбі күні шығарылым болады. Ол жерде сол Чемпиондар Лигасына превью жасалады. Сонда кішкене енді аптадағы Еуропадағы матчтарды айтып кетеміз. Арнайы сол Фон Тимге түсу үшін мен Астанаға барам. Одан кейін Чемпиондар Лигасының матчын тамашалап қайратқа жанкүйер боламыз. Сондықтан бүгін біз соққы көреміз, дүйсенбі күні Фон Тим көреміз. Сілтемесін төменде қалдырып кеттік. Кіріп тіркеліңіздер. Жігіттер, өте маңызды кезде бір талқылайтын мәселе болып тұр. Бұл Ливерпульдегі жағдай. Ливерпуль Лидске қарсы матч өткізді. 2-0 есебімен жеңіске жетіп тұрған. Есеп 2-2 болды. Одан кейін 3-2 Доминик Сабаслай жеңіс голын соқты. Әйтеуір Арне Слоттың артына аман қалды деп ойлап едік. Аман қалды Арне Слотты деп ойлаған кезде бәрібір есеп 3-3 нәтижесінде Лидске қарсы ойында Ливерпуль ұпай жоғалтып жатыр. Осыдан бастайық, және Салахтың айтқанынан бастайық, талқылайтын мәселеміз бірінші Ливерпуль болсын. Талқылайтындар Бексұлтан Кеулімпос, Әлімжан Тасболатұлы, Дидар Есемов және Әлімжан Асқар. Бұл Соққы Лайф видео арнасы. Арнаға тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Кеттік. Әлеке, Ливерпульдегі жағдай қалай болып жатыр? Қысқаша айтыңызшы. Ливерпульдегі жағдай жалпы маусымның басында осы бір Салахқа ойнамай, Салахты бір адам көрмей, мынау жаңа гвардия деп айттық қой, басынан бастап менсінбей жүргеннен ақ түсінікті болған еді. Ал қазірге Салахқа енді келеміз ғой, оны бөлек айтатын боламыз. Жалпы мынау мәселеге командалық ойынға келетін болсақ, Экитике бүгін шығып, шынымен де Ливерпульдің негізгі бірінші шешімі, дәл осы шабуылшыны алу шешімі дұрыс болғанын көрсетіп отыр. Енді Исакта андай болды, басында қызықты. Сосын Исакқа қатты сұраған екен, онда бар деді, Экитике бар бізде деп алды. Сосын Исак бірден, неғылса мен дайынмын өтуге деген еді, бұны тала салайық деді. Сол Исакты алу үшін мысалы Луис Диасты сатты ғой. Луис Диасты сатты, және қарап отырсақ, сонда екі тіге бір қисықтаған ғой. Солай болып тұр. Енді Исак өткен дегені бірінші голын соқты ал. Исакты демегеніңе шүкір еді. Шүкір айтыр. Исак деген ойыншы бар бірақ, Лех Познанда ойнайды. Польшада ойнайды ма? Польшада ойнайды, Лех Познанда. Экитике екі соққан голында да, енді біріншісінде жаңағы жоғарғы прессингтің арқасында Родонның қателігі болды, Якобиолдың пасын қабыл ала алмады, керемет өтіп кетіп, нағыз шабуылшы сияқты гол соқты. Ал екіншісінде енді бұл таза классикалық шабуылшы, қапталдан асырылған пас, Пери допқа шығып келе жатады, на опережение, аяғын қойды, соқты, барлығы керемет еді. Бірақ мынау Лидс деген көкім Челсиде жеңгеннен кейін духқа тойып алған, ана Кальверт Луин, Танака дегендер стақты да мысалға осы біз маусымды Леон то керемет ойнады. Таны бастадық. Кәдімгідей 2-2 қылды, 3-2 қылған кезде Танака да керемет голмен жауап берді. Ойынның сценарийі өте керемет болды. Ана жерде қара Экитике алады да бір 2-3 минуттың ішінде кәдімгідей жеңіске жақындатып жібереді. Болт тегісіп қойды ғой, негіз болт отырып. Ливерпуль жеңіске жетті, бір өзінің бір жеңісті жолына оралып жатыр ау. Арне Слот дұрыс кетті. Арне Слот та өзі де айтты ғой, негізі осы 3-3 болған жақсы болды. Себебі мен әлі көп нәрсені өзгертуім керек екенін түсініп тұрмын. 3-2 немесе 2-0 аяқтала салсақ, командада бәрі жақсарып қапты, Слоттың идеялы жүзеге асып жатты деген алдамшы ой бізді басқа арнаға бұрып кететін еді деп мойындап отыр өзі де. Ол сөйлей береді, ол қазір неше түрлі әңгіме айтатын деп ойлаймын. Мысалы, Доминик Сабаслай айтты да, біз 2-0-ден кейін аналар пенальти алды да, содан кейін бір пенальти бір оларға бір күш бергендей жанданып, не істеп шабыт бергендей деген сияқты. Содан кейін біз жеңіске негізі
мен жаңа айтып отырмын ғой 2-0 болды, ары қарай бір пенальти Канатенің қателігі ғой. Мысалы ол жерде подкаттың енді қатты бір керегі де жоқ сияқты еді, өйткені тура лицевой линияның қасында Нионты алдап бара жатыр, ана жерде допты уже жіберіп жатқан жері алады да соны шалып түсіреді. Ол жерде пенальти, енді спокойно Калверт-Льюин келеді да гол соғады, ары қарай келесі атака тағы 2-2 бол. Ана жерде бәрі потеря. Бірақ Ливерпуль негізі өз моментін қайтадан тапты. Одан кейін бір шабуыл болды, өте керемет сейф болды. Стандарт қой деймін, бір ана тура под перекладины шығарып алады қақпашы. Содан кейін уже Сабаслаймен керемет бір жүгіріп шыққаны бар. Ол жерде Доминик әдемі гол соқты. Болды, енді Ливерпуль жеңіске жетті дегенде, ары қарай 10 минуттың ішінде Лидс қайтадан бүйтіп тырысты, былай тырысты, әйтеуір угловойларын қайта бұрыштамалар тауып, не істеп соңғы минуттарда әйтеуір өзінікіне жетіп 3-3 қылып отыр. Бірақ көбісі, енді мына жерде екінші тайм керемет қызықты екінші тайм болды, бірақ қазір бәрі әңгіме қылып жатқан нәрсе ол екінші таймнан кейін матч біткен соң Мохамед Салахтың журналистерге шығуы. Сол жерде кәдімгідей беттеріне басып айтып тастады. Криштиану Роналду MU жайлы шындықтың бәрін бетке айтып тастады ғой. Соған ұқсай ма бұл Салахтың айтқаны? Енді форматы кішкене басқаша. Қатты терең емес, енді Роналду ол уже кетіп қалды ғой Роналду кезде. Жоқ, Роналду болды. Роналду кәдімгідей бөлек интервью осылай студияға досымен. Ол енді бүкіл анау душта шуаш сасиды деп бүкіл тесігіне шейін айтты ғой енді. Шуаш сасиды деп айтқан жоқ енді, бірақ жалпы негізі Роналдың айтқан дұрыс болып шықты түбі. Түбі дұрыс болып шықты. Өйткені оны мойындады да, қазір сосын Каррингтондан да жаңа реконструкция жасады, бәрін соны өзгертіп жатыр. Ана Наскиевті тапты дейді душта. Мүмкін, сондай нәрселер болды. Ал мына жерде Мохамед Салах кәдімгідей көрініп тұр, матчтан кейін жынданып, журналистерге шығамын деп, өзі жұлқынып. Ол жерде, скорее всего, медиа офицердің сенің әріптесінің ешқандай несі болмаған ғой. Кішкене бара беріп деген ғой. Сөз өтпей ма, или не досмотрел ма, негізі ондайларды жібермеу керек та. Мохамед Салах жынданып 2 матч бойы шықпай жатырмын, 2 матч бойы Ливерпуль ұпай жоғалтты. Шыққой, өткенде шықты, бірақ негізі құрамда шықты. Мүлдем шыққан жоқ, отыр. Сөйтті де шықты да айтты, мені козел отпущение қылайын деп жатыр, мына жерде алды да бәр кінәні маған жауып тастап жатыр. Осы жерде енді басшылық деп, енді біріншіден сол Арне Слотқа намекат етіп жатыр ғой. Мен онымен қарым-қатынасым өте жақсы еді өткен маусымда, қазір тіпті қарым-қатынас жоқ. Мені осындай Ливерпуль сияқты клубқа мен еңбегім сіңген, бірақ сондай кезде мен қиыншылық тауып отқан кезде мені андай жақтап не істеудің орнына, наоборот, мені неге қойып жатыр дейді. Енді тастауды айтатын болсақ, жаңағы автобустың астына тастап отыр дейді ғой. Оның сөзімен айтатын болсақ, одан қалса мынау соңғы ойында да Брайтонға қарсы ойыннан кейін ол жаңағы Африка құрамасының Египетке кетеді ғой, Африка ұлттар лигасына. Және одан кейін біз білеміз қаңтар айы болады, қысқы трансфер ашылатын. Сол кезде де айтқан екен, білмеймін мен. Сол қаңтарда оралам ба Ливерпульге? Брайтонға қарсы матчқа мен ата-анамды шақырдым, Энфилдтің атмосферасын сезініп алсын. Шығам ба шықпайым ба білмеймін, бірақ Энфилдтегі шамасы енді намекпен айтып отқаны соңғы матч болып қалуы мүмкін деп тұр ғой. Бұл жерде былай ғой, либо мен кетем, либо Арне Слот кетсін деген сияқты. Астары сондай. Конкретно ультиматум ғой бұл. Астар емес, в лицо қойып жатыр ғой енді. Бұл кімдерге айтып тұр ғой, Джо Генриларға, Чотан брат деп тұр ғой. Қазір мен Слотпен араласпаймын дегенде айтып отыр дейді ғой. Мүлдем қарым-қатынас жоқ деді ғой. Енді негізі бұл жерде клуб кімге жақ болады, сол да өте қызықты нәрсе. Өйткені все-таки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед деген клубтарда бапкердің деңгейі бөлек болады. Олар негізі бапкерлер ойыншылардан мықтырақ деп санайды. Бірақ жанкүйер деген бар. Салахтың ішкүйіп атқаны мына жерде сол именно Мохамед Салахты осы Ливерпульде болып жатқан дағдарыстың андай бір кінәсі деп көргендер соған жын ұстап отыр да. Негізі мен ғана ояқта шайып жүрген жоқпын, Канаты әр матч сайын шайып жүр деген сияқты. Кейін өзін Харри Кейнмен салыстырды ғой. Яғни кезінде Харри Кейн бір 10 шақты матч гол соқпай кеткен кезде, оны негізгі құрамға шығара беріп, келесі ойында соғуы мүмкін деп қайта мүмкіндік бере беретін еді. Ал мен сәл жолым болмай гол соқпай кетіп едім, бірден мені қосылып құрамға тығып тастады деп. Бірақ былтырғы Салахпен салыстырамыз ғой біз. Былтыр сол келісімшарт керек болған Салахпен биыл келісімшарт алған Салахтың айырмашылығы жер мен көктей деп айтып жүр. Бұл жерде бірнеше фактор Әлеке, біз бұған дейін де айттық. Бірінші кезегі менің ойымша тренд жоқ.
Трент Александр-Арнольд Салахтың соққан голдарының шамамен бір 30%-ын ассист жасаған шығар осы Ливерпульдағы. Енді 50% демек қояйық. Жалпы шабуылдарын разгонять етіп береді. Соны жүгіртіп отыратын Трент еді ғой негізі. Таймингін барлығын сезіп отыратын. Одан қалса тағы да айтамын, мынау қақсап қоймады ғой дейтін шығар, Виртстің келуі. Себебі Виртсқа орын тауып беру керек. Ал Салах пен Виртстің екеуінің несі келмейді. Мысалы Виртс бүгін негізі келеді негізі. Просто андай болып тұр ғой. Талғат Маролы Байсуфиновке берсе келтіріп береді, зор. Келтіріп береді. Бірақ қарашы, Салахпен ойнау үшін сен қапталмен ойнау керексің. Жоқ, бізде 4 шабуылшы ұлттық құрамаға келтіріп берді ғой орнын тауып. Қапталмен ойнау керексің. Мысалға мына жақта бұрын жүгіретін Луис Диас бар еді. Жанында Садио Мане бар еді. Жоқ, сен Флориан Виртсті сол қаптал вингер қылып қоя саласың да? Мысалы, ондай позицияда. бар ғой жерден Гакпоның осыны алмайды. Салах пен Гакпоны сен теңеп қойсаң, Салах әлдеқайда басқа деңгейлі футболшы. Мысалға бір соққы бағыттаған жоқ қақпаға. Иә. 0. Бүгін ол ондықтың позициясын шықты. Бүгін Салахтың орнына, вот видишь, Салахтың даже шыққаны, Салахтың позициясында профильный ойыншы шықпай жүр да даже. Иә. Профильный бокс-то-бокс. Мәселе былай ғой. Мысалы, жаңа трансферлер болды, айтып отырсың келіп, мысалы, шабуылда Исак мысалы жаңа ойыншы деген сияқты. Бұрын Дарвин Нунес көкеміз ойнайтын еді. Бұл жерде мысалы жаңа ойыншылар клубқа келгенде адаптация өтеді да. Ал бұл жерде керісінше бұрыннан келе жатқан Салах жаңа ойыншыларға қарап адаптация өтіп жатыр да. Сол проблема болып тұр. Но адаптациясы дұрыс болған жоқ. Жаңа ойыншылармен химия табылған жоқ. Оны білеміз. Салах енді нашар ойнап жатты ғой, шыны керек. Нашар ойнап жатты. Сол үшін де мынау қосалып қарамай келіп отыр. Маған ең қызық болатыны, мысалы, сол бірге чемпион атанған, мысалы, Райан Гравенберг бар, МакАлистер бар, сол Сабаслай бар, Алисон бар, солар негізі Салахты жақтап отыр ма деген сұрақ. Осы әңгіме жаңа сен айттың ғой, ең маңыздысы слот кете ма немесе Салах кете ма? Жарайды, Салахты айтсын, брат, молодец, сен бүйттің, бұл сенің ойың, бұл біздің политикаға келмейді, жарайды деп ертең жіберіп жіберсін. Ар жақта Челси бүйті деп рахаттанып алып алса, оған қазір келеміз. Бірақ бұл жерде Ван Дейк не ойлайды сол кезде? Иә, сол Ван Дейктер. Алисон не ойлайды да? Біз қарап отырады. Ертең мен 3 матч шаям. Мына жақтан Байчетич келеді. Болмаса Кванса сияқты біреу келеді да, мысалы қайтадан менің еңбегім қайда дейді. Менің еңбегім қайда бағаланбай ма? Сонда мен сонда емес, ол жерде андай ғой, бір Гехиді сатып алады да қазір Ван Дейк. Условно, иә, енді сол өзінің балалары сияқты айтып отқан ғой, сәл жақынырақ болсын Ливерпуль Байчетич. Кез келген сондай ғой. Жоқ, кейінгі мысалы Реал Мадридке сондай. Реал Мадрид сондай болғанда, Реал Мадрид хотя бы маусымның соңында жібереді ғой. Жоқ, тура сондай. Касилияс, Раульдарды хорошо. Қуа сағат кәдімгідей болды, сен керек емес дейді да ешқандай. Бірақ Салах топ клубтарда сондай ғой. Салахтың өкпелейтіні бар да, мысалы қара. Сен қарап отпайды. Жоқ, олар ойнатып жібереді ғой. Олар соңына шейін ойнатып, мысалға Реал егер Касилиясты, Раульді де Криштиану Роналдуды соңына шейін ойнатып, Криштиану чемпион болғызып кетті ғой мысалы. Бексұлтан қарашы, мына жерде мынандай мәселе ғой, Салахтың өкпелейтін нәрсесі бар. Өйткені жарайды, қазір Салах гол соқпай жүр дейікші. Жарайды, гол соқпай жүр. Бірақ орнына шыққан вот именно оған, во-первых, мүмкіндіктер де ондай жасап бермей. Екіншіден, орнына шыққан футболшылар мысалы жыртып жүрген жоқ қой. Флориан Виртс агент 00-25 па қанша болып кетті уже. Флориан Виртс оның орнына шығып жүрген жоқ. Боп, жарайды, Сабаслайды ортаға қойда шабуыл шебіне шығатын футболшы. Сабаслай шығып жүр. Флориан Виртстен отырыс қойда, Сабаслай өз позициясына шығар. Слот маған МакАлистер, Сабаслай, Гравенберг үшеуін шығаршы ортаға. Болды ғой, жетті ғой. И Салахты оң қапталға. Өткен маусымда ойнағандай. Бүгін не үшін шықпады деген сұрақтың жауабы, мысалы, өткен турда Ливерпуль тағы да ұпай жауатқан жоқ па еді? Бұл кезде ол бір тайм ойнады. Сандерлендке қарсы кездесуде екінші тайында 45-45 минутта алаңға шықты. Мен Салахтың ойынын көріп, мүлде көңіл болған жоқ. Өте нашар ойнады. Ешкім көңілі болмай. Бұл жерде бастан бастап айтып жүр ғой. Маусымның басынан бастап. Реакция білдіру керек. Бапкерде мысалы көшбасшысың деп қайта қоя берсең, керісінше басқа ойыншылардың көз алдында сенің авторитетің төмен түседі. Сен қазір сәл әділ болу керексің. Сен қазір клубтың жаңа бапкердің көзқарасымен қарап жатсаң, мен именно Салахтың көзі, мен ол дұрыс деп айтып отқан жоқпын. Мен Салахтың көзқарасын айтып отырмын. Типа менің орныма шығатын ойыншылар алаңға, олар да ештеңе білдіріп жүрген жоқ дейді да, бірақ мені кінәлі қылып жатыр. Бәрін міне Салах ойнамай қалды, бітті, Салах үшін біз дағдарыстамыз, Салахты қуып жіберу керек деп сондай әңгімені. Салахты кім кінәлап жатыр?
елдің бәрі Салахты кінәлап жатыр. бапкер ма, жанкүйерлер ма, кім бұл? Жоқ, бәрі. жанкүйерлер де бапкерлер де болғанда ғой. Солай именно клубтан солай преподносить етіп жатыр да, типа Ливерпульдің осындай нәтижелері ең басты. Сонда Салахтың айтпағы мен шықпай-ақ қояйын, бірақ мен кінәламаңдар деп. Иә. Типа Бәріміз сондай бірдей көтерейік деп. уважать етіп тұр ғой. Оны как андай сол козел отпущение қылып қойды. Ливерпуль үшін барлығын бергем деп тұр Салах ғой. үшін ұтамай жүріп деп Салахты алады да қосалқы құрамға тыққызайды. Сонда да ұтамайды. Ливерпуль үшін бәрін берген деп Әлеке жақсы айтып жатыр. Қазақстанда Ливерпуль үшін барын беруге дайын жанкүйері бар. Мәди Ерланұлы деген. Тікелей байланысқа шығып, осы жерде мен Ливерпуль жайлы айтқым келіп тұр деп пікір білдіргісі келіп тұр. Сондықтан біз Мәдиге хабарласайық, білейік жалпы Салах па, не болып жатыр, Арне Слот па деген сияқты. Мәди, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Соққы лайф арнасында тікелей эфирдесің бауырым. Керемет. Мұхаммед Салахтың айтқаны. Бұл күрделі өзгерістерге әкеле ме? Клубтан не Арне Слот, не Салах кетуі керек дегеннің мәні ма бұл? Күрделі өзгерістерге Салахтың айтқаны емес, бүгінгі кездесудің нәтижесі алып келу керек негізі. Соның өзі жеткілікті болу керек. Салахтікі, соның үстіне қосымша бір бонус ретінде мен таңға дейін Слот кетіп қала ма деген ойдамын. Мәссаған. Мына видео шыққан кезде Слот жұмыста бәстесесің ба? Мен жалпы өзім 1 желтоқсанға дейін Слот кетеді деген ойда болғам бұған дейін. Бірақ шықпай қалды. Бір апта кешігіп болсын кететін сияқты. Ливерпульдегі мәселелер Слоттың кетуімен шешіле ме? Жоқ. Шешіледі деген ойдам, өйткені Слот уже ойыншыларды ментально өлтіріп тастаған ғой уже. Чемпион болып жүрген жігіттерді бірнеше айдың ішінде қазір өз-өзіне сенбейтін футболшы қылып тастады ғой каждый. Иә. Слот қалып Салах кетуі мүмкін бе? Салахтың енді маусым ортасында кетіп қалу екі талай. Ол Салах кетіп қалса қазір Слоттың әрбір келесі ойында ұпай жоғалтқаны үлкен минус бола береді ғой. Көп ұзамай ол да кетіп қалады. Иә. Жалпы превьюде айтқан Ливерпуль чемпионшипке ұшып кетуі мүмкін деген сөзінде әлі тұрсын, иә, жалпы? Ливерпульмен кез келген нәрсе болуы мүмкін деген. Жақсы, Мәди, сәттілік тілейміз. Рахмет тікелей байланысқа шыққан үшін. Түнгі сағат 3-те Ливерпульдің фанаты ұйықтамай. Мына жерде мысалы Слот кетеді немесе Салах кетеді деп жатсыңдар да. Үшіншісі қанта қарастыру керек. Екеуі де кетеді. Слот пен Салах достасып, Қойшы, Салах қайтадан негіз құрамға шығып. Соны Салах қайтадан негіз құрамға шығып. Салах жайдан-жай бір андай. Мен кісін айтып отқан өте логично. Жоқ, мысалы ананы естейді да, айтқан Салах шақырып алады, сөйтіп айтады, Мұхаммед не болды? Салах шақырмайды, Слот шақырады. Слот Салах шақырып алады. Кім уважать етеді? Айтады, Салах уважать етеді. Криштиану Роналду мен Тен Хагтың айырмашылығы қандай болды? Слот Салахпен бірге АПЛ чемпион атанды. Яғни бэкграунд бар, қарым-қатынас керемет болған кезінде. Сол кәдімгі соның арқасында қайтадан мәмілеге келіп достасу мүмкін. Ол факт. Роналду мен Тен Хаг ол сен понимаешь, Салах осындай сұхбат бергенде бұл конкретно демарш жасап жатыр ғой. Ол бапкердің авторитетін түсіріп жатыр қазір. Конкретно айтты, мен емес кінәлі, мынадан көріндір деп отыр да. Сонда Арне Слот өзінің андай гордостың бапкерлік, ол бапкер деген авторитет. Оған ойыншылар қарсы вообще сөйлемеу керек. Футболда сондай заң бар, айтылмаған. Бапкерге сөйлесең, біттің сен, жоқсың. Құрамда да ешқаяқта жоқсың. Міне айтма, если Арне Слот, ой, Сәлеке келе ғой, там Мәке бүйтіп жүрейік, сөйтіп жүрейік десе, бітті, оны басқа ойыншылар уважать етпей қалады. Ертең Ван Дайк шығады? Ертең кез келген ойында Мұхаммед Салахты құрамға қосып, Флориан Виртсті отырыс қойса, Флориан Виртс айтады, оны мен де шығып, ертең мен де журналистерге барып айтайын, мына Слотың ақымақ екен, анау бір журналистерге бір-екі сөз айтса, онда мен де айтамын онда деп. Бірақ Виртс бүгін жүреді, бірақ. Қалмайды. Жоқ, сөйтіп команда шірейді. Менің нұсқамда жоққа шығарудың қажеті жоқ. Жоқ емес, ол бірақ имеет место быть, но өте невероятный нәрсе деп ойлаймын. Потому что Салах, мен ойлаймын, Салах та жынды жігіт емес қой, ол 20-дағы бала емес. Бүйтіп отырды да бүйтіп ашуланып кетті. Айтамын мен деп шығып кете салатын ше. Ол отырды, үйінде ойланады, үйтеді, бүйтіп көреді, тренировкадағы жағдайды. Ол мысалға ана бір ниче ойнап қалғаннан кейін жанкүйерлерден келіп кешірім сұрап, көзді бір жылап жүрген кездерде болды ғой. Ол өз-өзінің бұрындағыда ойнамай жатқанын біледі, бірақ оның да себебі Салахқа ойнап жатқан жоқ. Қойылып жатқан тактикада Салах арқылы емес қазіргі. Сол үшін де ол айтқан шығар может барып Слотқа, көке,
бұрын жасап тұрдық қой, былтыр жасадық қой, нормально чемпион қылдық қой. Ойнай берсейші оның фланг арқылы дейді. Анау айтады, жоқ, мен басқаша көремін. Хорошо, под это тоже построюсь, келмейді. Сонымен Салах мен ойлаймын, бұл өте кәдімгідей ойланып, кәдімгідей Салахтың жағындасың, иә? Мен Салахтың жанындамын. Оның ойыны нашарлап қалғаны ше? Оның ойыны нашарлап қалғаны, қайтадан айтамын. Мен үшінші турда айтқам, команда Салахты қазір мүлдем көрмейді. Салах бұрын сүйрейтін еді ғой. Новый банда, енді сүйреу үшін дәлеке саған оны доп беру керек қой. Сол ғой. Ол барып защитаға барып доп таппайды ғой. Секретикелер пас бермесе не істейді ол мысалы? Пас бермеді деген енді ол қате ғой. Болды, ол жоқ. 90 минут ойнайсың да қалай пас бермейді саған? Жоқ, именно сондай. Мысалы Салах ашық тұрса, жоқ Салах сен ашық тұрсың, пас бермейсің. Бекс қарап етейік. Мынандай мүмкіндік болса, осы бізде оқырмандар деген әдейі как будто сен әдейі пас бермей жатқан. Салахтың бұрынғы пастарымен бұрынғы берілетін, сосын қазіргі соққыларын қарасаң, қазір Салах андай оған бір 2-3 пас береді, бермейді емес. Сосын өтірік моменттерден тебе беретін болған. Потому что оған бұрындағыдай көп бермейді. Бұрын аузына салып беретін. Баяғыда Фирмино мысалы, кәдімгі Фирминоның алдында қақпа ашық болса да, мына жерде оң жақта Салах жүгіріп келе жатса, Салахқа пас береді. Салах қазір бүйтіп әйтеуір бір-бірлерден тебеді. Қазір біз айтып отырық қой, Ливерпульдің футболшылар, шабуыл шебінде ойнаған футболшылардың бір андай нелері бар да, бір комплекстар бар, өздерін көрсеткісі келе береді, өздеріне көп ала береді қайта-қайта. Сондай мәселе. Жүрді, мен Ливерпульдің енді нашар нәтижесіне келіп отырық қой барлығымыз. Мен ойымша бас себеп қорғаныс, өйткені былай қорғаныста нашар ойнауға болмайды. Жақсы командалар. Ол да бар. Өйткені жаңағы Ибрахима Канате, Ван Дейк, анау Керкезді мен бірінші турдан бастап жамандап келе жатырмын ше. Мүлде ол нашар ойын. Бүгін Брэдли оралды, ол да былай разница көрсеткен жоқ. Оның алдында Фримпонг бірден жарақат алды, ол да нашар. Сабаслайды қойды оның орнына. Ешқандай жалпы қорғаныста бір 4 қорғаныс позициясында төртеуі быт шығып жатыр ше, конкретно. Бұл жерде мынау жазда Гехидің келмегені осы жерде қатты әсер етіп жатыр. Қорғаушы алады ғой. Бұл жерде қазір біз Салахтың мәселесін талқылап бітейік. Қара, мынандай тағы бір ең маңызды фактор меніңше. Все-таки футбол ол біріншіден бизнес болып кеткен. Сен Салахпен келісімшарт ұзартып, оған кереметтей контракт беріп жатсың. Сосын сен оны қыста қалай қуып жүресің? Оны кім алады мысалы? Онда жалақы Салахқа кім төлей алады? Болмаса сен Салахтың жарты ақшасын төлеп Барселонаға жібересің бе мысалы? Төлей алатын бір команда бар. Жоқ. Міне. Ақша жетеді, Құдайға шүкір, бар. Жоқ, Саудия бар ғой. Саудия бармайды Саудияға. Тек қана ондай вариант бар. Бірақ Саудия туралы сұраған екен, бірақ Салах жоқ дегенге келдірген шамамен. Салахтың амбициясы әлі Саудияға баратындай емес. Амбиция, бар, бірақ сен мысалы Салахты Челсиға жіберсең, сен өзіңе тағы бір конкурент пайда тауып отырсың да. Иә. Тура сол осы өте қиын ондай ситуация. И сен еще конкурентке жібересің, еще оның жалақы, скорее всего, трансфер болмайды, ана жерде, скорее всего, арендаға кетеді, если кетемін десе, өйткені сен қыста ондай. Андай мәселе да, Дидеке қара. Жоқ, сен түсініп тұрмын. Сен білесің, Салахтың Ливерпульмен дәл қазіргі таңдағы қарым-қатынасы қандай екенін. Ливерпуль саған 100 миллион десе, сен айтасың, ей, көке, қойсайшы. Сен құтыла алмай тұрсың ғой өзің. Жоқ, трансфердің бағасы былай тұрсыншы. 30 миллион Салахқа 350 миллион апта сайын береді. Ой, 350 мың апта сайын. Кайфпен беруге болады. Білмеймін мен. Олар да айтады ғой, жұмысынан ба Салах? Челсиге символ керек. Ана еще камбэк қой. Челсидің футболшысы келді. Челсиге символ дейсің. Ол жерде мысалы Энцо Фернандес жүреді. Энцо Фернандес 120 мың алады да аптасына. Дидар негізі келсем, өйткені Челсидің философиясында 27-25 жастан асқан футболшыны алу. Жоқ, біреу болады ғой, Тиаго Силва сияқты жүреді сол. Жоқ, Тиаго Силва бұрыннан қалып кетті. Неге? Наздачу алған. Философия ол басталмай жатып тұр болды да, оны қуу керек жоқ болды. Бос агентті өзінің андай керекті позицияға былай фук деп нақаляу албасаң, ол бір мына жерде сен трансфер жасаймын десең, сен Салахқа біріншіден 50 миллионнан көп точно ақша төлейсің. Салахқа 50 миллион нормально ғой енді. 50 емес. Нормально ма? Нормально емес па? Челсиге нормально. И потом сен басқа Челсиге бармайды. Басқаға бару мүмкін. Жалақы ғой. Жалақы. Негізі Челси болмаса Италияға кетеді ғой шамасы. Кете ма Италияға? Италияда 150-200 мың потолок, одан артық кім төлейді? Салахта түсетін шығар кішкене. Түспейді. Салах не үшін түсу? Қара. Салах не үшін түседі? Ол Ливерпульде отыра береді жарты жыл, айлық жүре береді. Енді соған көнбей отыр ғой Салах. Мен Ньюкасл, Астон Виллаға сеніңкіремін, Челсиға же. Мен де вот сондай бір командаға, как будто типа андай тікелей конкурент емес командаға жіберу мүмкін. Білмеймін, Салахтың өзі мысалы қайға барам десе, мен ойлаймын Италияға қайтып оралғысы келмейді, скорее всего. Ол
меніңше бір MU десе иә. жоқ MU емес, Ливерпульде MU бар ма, скорее всего Испания дейді ол. Испания? Иә, скорее всего Испания, мысалы жоқ бәс емес қой. мысалы Атлетико Мадрид. мысалы вот сондай вариант бар арендаға. Мысалы жалақысын там екеу там 200 мыңды Атлетико төлейді, 150-сін Ливерпульді оплачивает. Бірақ Ливерпульға ол қатты андай не ғой, сен Арне Слот үшін сен апта сайын осындай шығынды аласың, сенен еще андай маңызды ойыншың кетеді, сен еще конкурентті не істейсің деген. Бұл жерде өте дер уақытында Кубок Африки келіп тұр. Африка кубогы өте дер уақытында келіп тұр. Салах сол жаққа барады, кішкене мына жақта. Иә, анау не ғой анау білмеймін не болып жатқанын кішкене пауза алайықшы деген сияқты өте бір не да келеді да. Сөйтіп екеуі кішкене Слот пен Салахтың арасы сәл суып. Мынау енді Африка кубогында Салах барын салып Египетті финалға алып шығайын деп тұр ғой бұйырса. Әйтпесе осының алдындағы Африка кубогында жарақаты болып өзін көрсете алмай, оны жанкүйерлер айыптап бытшыны шығарып еді ғой. Сосын жалпы осындай мәселелерде көбінесе қарап отырсақ, кейінгі заманда футболшыдан құтылғаннан гөрі бапкерден құтылған оңайырақ. Әрине, Бірақ Дидардың айтып отқаны Ливерпуль, MU деген сияқты Иә. клубтарға, MU мақұл енді қателесті, бірақ Ливерпуль сияқты клубқа бапкерді ауыстыру ауырлау жетті, себебі бүкіл басшылық бапкерді таңдағанымыздың қателескенімізді мойындау керек. Сонымен қоса, жалпы стратегиялық қателік болады. Бапкер, бұл жерде бапкер немесе ойыншы деген таңдауда топ клубтар өз-өзін сыйлайтын командалар бапкерді таңдау керек. Өйткені бапкер ол клубтың жалпы символы және клуб әрдайым ойыншыдан андай нәрсе бар ғой. Ойыншыдан мысалы жоғарыға сөйтіп бапкер жоғары анау дейді, бірақ ол нәтиже алып келмей жатса, не істейсің сен уже? Ана жерден ары қарай деградация бола береді. Нәтиже алып кетсе, екеу де кетеді. Слот кетсе, мен ойымша бірінші Салах кетеді, Ливерпуль басқа тақырбаспен сөйлеседі. Кім тақырбас? Бос. Біраз болды бос болып жүрген бір көкем бар ғой. Тақырбас ба? Тайхат? Жоқ, одан мықты. Черчес? Қайда? Сен самый легендарный тақырбастарды еске түсіріпсің ғой? Зидан көкем. Зидан көкем бар ғой. Зидан көкемді қарыстыра бересіңдер ма сендер? Жоқ, Зидан Ливерпуль үшін Франция ұлттық құрамасына да сәл ойланып қалды мүмкін сияқты. Ой, қиын. Себебі Ливерпуль 2026 осы жарты жылдан кейін ғой. Негізі Ливерпульге Хаби Алонсо прям идеально түсетін. Зор келді. Ол сол жердегі ойыншыларды бір строить етіп не істей алатын еді. Менің ресми болжамым беруге Салах дайынсың ба? немесе Слот деген таңдау болса, клуб Слот таңдайды, Салахты қуады болды. Ондай жоқ. Бірінші, былай болуы керек. ФК соққырың не үшін нашар ойнап жүрген себебі осы екен. Екі нұсқа. Басшылықтың шешімі осындай Екі екен. нұсқа. Мысалы, мынандай нұсқа бар. Қысқы трансфер кезеңінде Салах кетеді. Әрі қарай Слот нәтижесіне байланысты шешім қабылдайды. Ол қысқы трансферге дейін шыдау керек. Және екінші нұсқа бар. Салах келісімшарт соңына дейін қалады. Ертең мысалы Брайтонға қадалып қаласың. Қайттан қалдыра бересің ба Слотты? Мейлі қадала берейік енді. Переходный Мен бірінші қадалсын, кейін барып ойланады ол. Негізі чемпион болып берген сезоннан кейін жоқ, кейін сонымен қоса мынау Челси сияқты клубтар қадалып жатқаны Слотқа да жақсы пайда болып тұр. Деградация анандай неше түрлі варианттар бар ғой деградацияның. Сен прям анандай өшіп қалған уже прям командаң уже жүрмей жатыр. Бұл жерде раздел шіріп жатыр. Біз мысалы кезінде Боруссия Дортмундтан клуб кетеді деп ешқай ойланбағанбыз, бірақ ол кетіп жатқан маусымда естеріңде болса, команда кәдімгідей төмен, ана уже 10-ші орыннан төмен түсіп, быт-шыт болып жатқан маусым болды. Мына жерде де Ливерпуль соған тіреліп жатыр. Ол әр ойында қиналып, қазір даже Вест Хэммен 3 ұпай алды, бірақ соның өзіне неге алды деген сұрақ туындайды. Ол жерде андай өзінің ақымағы пайда болды да пакеті. Сөйтті да ол не істеді, айтпесе. Одан қалса Ливерпульдің жалпы мынау топқа жақын тұрғанның себебі ол просто АПЛ. Кез келген команда кез келгеннен ұпай алады. Бұл Ла Лига болсын, Ливерпуль қақтасың deyip отырасың осы кезде. Былай ғой. Ол матч соңына 10 минут қалған кезде Ливерпуль Челсимен 4-ші орынды бөлісіп тұр. Иә. 7 ұпай. Сол АПЛ бұл. Манчестер Юнайтед прикол ұстайсыңдар онда. Келесі турда мысалы өткен турда да Манчестер Юнайтед мысалы 70 минут Челсимен теңесіп тұрған мысалы. Бірақ біз Манчестер Юнайтед не үшін прикол ұстайтынымызды білетін жоқсың негізі жалпы былай өзіңде. Жоқ, білмеймін. Кішкене былай түсінетін жоқсың, иә. Жоқ, түсінбеймін. Вест Хэм. Ауырмақ қойшы мен. Ауырма. Сен ауырма. Мен ауырмайын. Жігіттер, бірақ бір мәселе бар да, мені сол жібермейді. Салах клубтың соңғы маусымында да Юргенмен арасы суып кеткен. Біраз әнділер болған. Салахтың да мінезі
көркем деп айта алмаймын. енді оны типа сен вот ойлашы, сен короче Ливерпульға бірнеше трофей алып келесің, чемпиондық алып келесің, чемпиондар лигасының финалына 3 рет шығарасың, 2 рет жеңесің деген сияқты. Сен кәдімгідей андай енді легенда болып кеттің ғой, сен даже Джерард істеген істей алмаған. Айтты ғой, Салахқа мен былтыр айттым ғой, кәдімгідей Эффелдің алдынан мүсін қойып берсін дедік қой. Легенда ғой. И оны алады да, типа осындай бір қиыншылық болған кезде именно Салах кінәлі деп информационный пространствода түсініп отырсың ба? Салах болды, біз сияқты ол Твиттер оқиды, тред оқиды. Дегенде клуб жеріп жатыр дейсің ба сонда? Түсінбей жатырмын. Клуб мені жақтырмай отыр деп отыр. Түсініп отырсың ба? Қосалқы құрамда қалған ол клуб жақтырмай отыр деген сөз. Иә, жоқ енді андай соны түсініп келіпсің. жоқ, британ таблоидтары. Ол менің айтып отқаным емес, ол Салахтың көзқарасы, Бексұлтан. Британ таблоидтары өте жаман. Жазады, Салах анау мынау дейді. Сол кезде клуб мысалға ресми бір хат жіберсе, ей жігіттер нормально негізі, нормально болады деген жоқ қой. Үндемей отыр. Салахта мынау құрам үшін, мына бапкер үшін жауапкершілік тағысы келіп тұрған жоқ қой. Салах? Иә, Салах мысалы. Жауапкершілік жоқ та. Мен кінәлімін. Көшбасшы болып шығып ударда алып тұрған жоқ. Ударда алып келіп тұрған. Мен мысалы Салахқа ешқандай жауапкершілік беріп тұрған жоқ. Мысалы мен ешқандай жауапкершілікті Салахқа беріп тұрған жоқпын. Кімге бересің енді? Мына Ливерпульде кімге бересің? Қорғаныстағыларға беріп тұрмын, болды, мен басқа жоқ. Жоқ, мысалы бізге Бексұлтан сен қорғанысқа деп отырсың, бірақ Канете әр ойын шығады, Ван Дейк әр ойын шығады. Ешкім жоқ. Салахты отырсыз қой. Оның орнына ешкім жоқ. Кім бар? Канетенің орнына кім шығады? Енді Салахқа бәрібір да. Джозеф Гомес деген вообще шайыс сол. Жақсы. Мысалы, бұл Лидспен Салахтың орнында басқа Сабаслай бар. Ливерпуль матчында біз ұзақ тоқтап қалдық, енді басты әңгіме ғой қазіргі бұл ситуация. Кішкене бір Асхат Тағыбергеннің де ситуациясына ұқсай ма деп ойлаймын, бір Асхат Тағыбергенге де ұлттық құрамадағы ситуация ма? Ұлттық құрамада емес, ордабасындағы сол. Ордабасы айлық еді. Бізде мынау жүрді ғой сондай мәселелер. Британияда да тура солай таблоидтар шулап отқан сияқты. Оны енді біз алдағы уақытта білеміз. Салахтың жалпы Арне Слоттың жағдайына қатысты біз әлбетте бірнеше рет тоқталамыз. Тағы да АПЛ-да бір қызықты матчтар болды. Ол әсіресе әлеке Челсиді айтайық. Матч қызық емес енді, бірақ нәтижесі бір 0-0 деген және Челсидің қанша әлеге бір 10 күн бұрын ба келді матч қызық болды. Кайседо қызылға қазақ. Матч қызық болды дейсің ба? Иә, қызық. Бірінші тайм. Сол кезде айттым ғой, бірінші тайм. алдағы үш ойын Челсиға өте қиын болады дедім. Иә. Тағы бір ойын қалды енді. Кайседо жоқ. Біреуін ұтылдық, біреуін тең. Андруха Сантосымыз Сенеміз дедім. Сенеміз дедім. Әлеке Кайседо 3 матчқа кетті, тағы бір ойын қатыспайды. Сонда Аталантамен ойнайды бірақ. Атлантамен ойнайды. Аталантамен ойнайды. Эвертонге қарсы кездесуде ойнамайды. Енді Ньюкасл Челси ойынында жалпы Кайседо келіп, бәрі өзгеріп, Ньюкасл жеңіп кетеді деп ойлайсың ба сонда? Иә. Ньюкасл кім жеңген? Ньюкаслды жеңген. Жоқ, бұл жерде андай ғой. Жаттап алды. Сен қызық бұл андай қарасай сот жеңістердің барлығына Кайседоның жоқты кінәлі деді. Иә. Жоқ, онда сен спорт етсең, қара, Челси. Керкен Ньюкасл Юнайтед Қара, Челси. Челсидің абасына жетем. Әлеке, спор кетіп жатыр Ньюкасл мен Челсиге. Ньюкасл Юнайтед Челси. Сен Челси жеңеді дейсің, мен Ньюкасл деймін. Мәшіне жуға жігіттер. Кайседо стартқа шықса ма? Кайседо қызыл қағаздан жоқ, Кайседо стартта шықса деген Кайседо стартта шығу керек. Осы олма 89 минутта шығарып қалатын шығар. Мареско отырып, мен бүгін оған демалтуды бердім. Жарайды. Тоқтал. Машина жуғың келіп кетті. Машина жууға. Жоқ, машина жууға емес. Бексұлтан машина жуғысы келіп жатыр. Шли ондай емес. Мен көрдің бе? Галеш суып тұр ана жерде. Машина жууға да. Ньюкасл Юнайтед қой, қойсай. Жетеді ғой. Ай бала. Топ-10-ға кіреді. Короче, Кайседоның бүгінгі ойындағы мен ұсындым, бірақ енді мен бәріне келісе бермекпін ғой. Енді ұсындым. Неге спор айтшы? Любой тиын тебен. Қанша? Білмеймін, қанша. 50 мың теңге. Жоқ, оған. Давай машина жуу. 50 мың теңге конкретно. Жуғызбасай машина демексіз. Машинам как раз сол кезге шейін. Жоқ, давай бетіңді Челси болып бояп келесің. Сондайға спорласайық. Жоқ ғой, 50 мың теңге қойып, майда шүйде спор ғой. Ақша деген не ол? Барселона болса мен спорласады деймін. Ньюкасл Юнайтед үшін спорласпаймын ғой енді. Дұрыс айтады Бексізде. 50 мыңға Әлеке. Тез бош. Не қарайын отыр ол? Коэффициент емес, бір қарап алайын. Так, Эвертонге ойнаймыз. Бір кішігірім ғана спор еді. Машина деп. Все, кеттік. Кішігірім. Эл Классикода айтты оны маған. Жоқ, енді сен Чемпиондар лигасының жартылай финалында айтты. енді. Жоқ, Чемпиондар лигасының жартылай финалында айтты мысалы ше. Машина жууды. Шықса деп отыр ғой сендерге. Машина жууды, майда шүйде шаба дейсіңдер. Өте ауыр жұмыс ол. Мен Кайседо туралы айтайыншы. Біраз қиын. Бұл жерде психологически ауыр. Бексұлтан мен машина десе отала беріп бұл. Майда шүйде машина қарастыра білмеңдер деген ғой ондай. Майда шүйде. Бұл новый машина сатпаса да жумайды бұл. Да? Мен матчта майда шүйде деп тұрмын. Ал машина жуу деген ой міне ол
жылына 2-3 рет қана жуатын нәрсе. сол екінші ретін келіп тұр ғой енді. Екінші ретін келіп тұр. Маған плей-офф кезеңінде Челси плей-оффқа шығады ғой. Бір ширек финал, сол кезде сезонның басында айтқам Челси ширек финалға шығады деп. Мен прогноздарым. Ширек финалға біреуге келеді, сол кезде. Жарайды, енді Борнмутпен несін әңгіме қыласыңдар? 0-0 ұпай жоғалтты, до свидания. Жоғалтты. Келесі декабрь естіп жүре береміз ба әлі? Декабрь жүре береміз. Бұндай командаларға қарсы әлі де қорғанысын жарып үйрене алмадық. Борнмутқа қарсы кім мысалы ұпай жоғалтпай жүр? Қорғанысты жарғаннан бұрын Бормут бірінші таймда доминация болды. Голын да соқты. Екінші таймда енді анау доминациядан кейін өздері шаршап қалды базар жоқ. Гол соға алмай кетті. Айтып отырық қой, қазір ағылшын премьер лигасы супер лига болған. Ол жақта кәдімгідей бір 10-15 команда Ливерпульдің супер команда жүргені ол АПЛ ол просто. А то Ливерпуль ол ар жақта жүретін давно. Супер дейсің да, бірақ Манчестер Ситидің командаларды бүйтіп шертіп жеңіп жүрген. Манчестер Сити чемпион болады деп отырық қой. Разгоняться етсе бітті ары қарай. Шертіп жүргенмен Ньюкаслдан жеңілді мысалы. Оның алдында Астон Вилла жеңілді. Жоқ, енді Ливерпульді 3-0, Лидсті 3-2. Мына 5-4 деген есепке қарамаңдар. Вообще 5-1 қылып, кейін барып Лидспен де 3-2 оңай болған жоқ. Сандерленд 3-0 жауып тастады әшейін. Сандерлендті кез келген команда жауып тастау керек. Арсенал жаба алмады ғой. Сандерлендке сен бірінші гол соғып алу керексің да, гол соғып алғаннан кейін ары қарай болды, олар ашылады, ары қарай айтып тастайсың. Сандерлендке қараңдар енді. Бірден айтсайын, гол қалай соғылды деп айтайықшы. 16-ның ішінде гол соғылған жоқ. Рубен Диаш көкем, Венсан Компани вселился, пабақ өткізді кәдімгідей. Фулхаммен үйреніп алған ғой. Сөйтті дағы уже Сандерленд ашыла бастады. Шерки Рабонамен пас, Фоден баспен кәдімгідей бұл жерден шынымен. Шерки Холландқа бір супер момент жасап береді, Холланд ана жерде бос қақпаға соқпай қалады, ана жерде қорғаушылар. Жоқ, Сити негізі Ситиде де бұндай қиындықтар болды ғой басында. Енді Гвардиола келген кезде айтып жүрдік, ойбай шабуылшысы болған жоқ, өйткен жоқ, бүйткен жоқ. Қазір үйреніп алды. Түсінікті Холландта енді 2 ойыншы жауылады, ана жерде бағаларды, маларды дегендер құшақтап алған Холландта. Бірақ Шеркисінде Фоден сынды мынау жеңіл, техничный, тез бұрылып кететін ойыншылар өзінкін жасайды, және Диаштың дәл осы соққысы кәдімгідей бір вовремя болды ғой. Кәдімгі воротаны ашып берді ғой. Жалпы Манчестер Ситидің сол шабуыл шебіндегі ойыншылары потихоньку ашылып жатыр да. Гвардиола да керемет, бір матчта мысалы Тиджани Рейндер шығады, бір матчта Шерки шығады дегендей. Енді қазір Арсенал мен Ситидің арасы 2 ұпай болып қалды. Фоден не істеп жатыр қазір? Келесі турда Сити озып кетуі мүмкін. Дубль жасады ма Фоден или 3 ойында 5 Осы турда дубль емес қой енді. Осы турда гол плюс пас плюс ассист. Негізі Фоден қазір өзінің Фоден мықты ойнап жүр. Кезінде АПЛ-ның үздік ойыншысы. Соңғы 3 ойында 5 гол соғыпты ғой. 5 гол соқты. Жақсы. Манчестер Сити Сандерленд 3-0. Енді Астон Вилла Арсенал. Матч алдында. Орталық матч осы. Турдың басты матч осы, әрине. Матч алдында Жасұлан екеуміз бірге көрдік. Сол кезде айттым, мен бүгін Арсенал жеңе алмайды дедім. Жасикті өзі де айтты да. Тең нәтиже тіркелсек. Кеше сөйлестік, Астон Вилла жеңеді деп айтты отыр. Тең нәтиже тіркелсе бізге өте жақсы болып кетеді деді. Соңғы секундқа дейін тең нәтиже болып тұрды, бірақ енді аяғындағы шабуыл кәдімгідей Астон Вилла шабуылын астан кестен шығарып 90+5 минутта жеңіс. Мен ол кезде ойлағам, анау соңғы атака болды ғой, Мадуэке не істемей 93 минут бітіп жатқан кезде уже. Ой, болды, осымен бітетін шығарды. Добымен бірге шығып кетті, сонымен бітті. Осы корейсе енді бірде-бір, в принципе, жақсы нәтиже, өйткені екі командада керемет ойын көрсетті. Әр команданың өзінің бір доминациялық жаңағы отрезктері болып жатты. 5 минут алар ойнайды, сосын 5 минут алар ойнайды дегендей. Бірақ Астон Вилла әйтеуір соңында бір моментін тауып, ана жерде бір емес бірнеше соққы жасап тығып тастады ғой общем соңғы голды. 5-ші соққысынан соқты ғой. Good evening деді. Good evening деді. Унай кәдімгідей. Унай үшін енді бұл өте ерекше матч қой. Арсеналда қатты бір жол болмады, өзін көрсете алмады. Барынша ойнады өз стадионында, және шынымен де Кэштің голы болсын, Саканың Троссарға берген пастар енді барлығы жақсы болды, бірақ Арсеналдың орталық қорғанысына қарайтын болсақ, енді өткенде Инкапи мен Маскера болып жүрді. Маскера жарақат алды, бүгін Тимбер ойнады. Көрініп тұр, мысалы Габриэль Магалянс пен Салиба бірінші выбор ғой. Олар кетіп қалса, үшінші ең качественный ол Маскера болып тұр қазіргі таңда. Мына жерде даже Маскера жоқ. Содан кейін уже Инкапи анау Тимберді орталық қорғаушы қылса, все равно басқаша. Тимбер стандарт кезінде де әлсіздеу, сосын шабуылға қайта-қайта жүгіріп кеткісі келеді мысалы. Мен сол кезде ойлағам, неге Бен Уайтқа мысалы орталыққа қойып Тимберді сол оң қапталға қоя салмайды деп.
білмеймін осындай тура осы таңдау мәселені болды. өткенде менің сол жағымда отырған бір кісі айтқан еді. Арсеналдың қосалқы құрамы деген енді ойбай деді. жоқ ойбай енді басқа Бірақ енді басқа құрсынау командалар- шыққан ойбай ойыншылар дегенде кішкене қара. бар ғой. Шербатыр дегенде сен Қарашы мысалға. салыстырмалы түрде қара. Бүгінгі ол қарсыласы есім ғой, иә. Астон Вилла. Иә. 9 ойында 8 мәрте жеңіске Жоқ, жеткен қатар құрам. ол түсінікті. Керемет Базар жоқ. бабында. Қосалқы құрам мықты деп айттым. Және ол құрам мынау Брентфорд деген сияқты командаларға қарсы жеткізіп береді. Әрең Ал деген. бұл мынау Астон Вилланың өзі мынау жаңағы Салиба мен Габриэль шықса да меніңше бір алып оның қояды өзінде ау. де қиын болады және мынандай тенденцияны ұмытпауымыз керек. Арсенал екінші орын алып жүр ғой. Сол екінші орын алып жүргенге себепкер Астон Вилла ғой. Манчестер Ситиден 2 ұпай қалып кеткен кезде тура осы Астон Вилладан жеңіліп қалды Арсенал. Былтыр да Арсенал Астон Вилладан жеңіліп қалды. Бірақ Астон Вилла бекер обалы не керек? Манчестер Ситиде жеңіп жатыр ғой. Иә, Астон Вилла деген Ситиде 1-0 дәл жеңді. Унай Эмери осы Арсеналды чемпион қылмай жүрген адам негізі. Бірақ Бапкер болып та чемпион қылмады. Былай да, қарсыласы. Бірақ енді Астон Вилла Ситиде жеңіп жатыр ғой. Мықты команда ғой. Иә. жоқ керемет Астон Вилла отрезктермен Ливерпульде жеңілді бірақ. Иә, екі прессинг жасайтыны ана жерде кәдімгі Арсеналды кәдімгідей отрезкамен қинап жүрген. Унай Эмери, Бірақ иә. Арсенал жақсы дайындалды меніңше. Байқасаңдар бірінші саналмаған гол болады ғой Арсеналдың. Иә, Сосын Эберечезе соққан. Сосын саналған гол тура сондай бір под копирку атака ғой. Ана жерде просто кім Дөкерішная тимей қалды. иә, офсайдный ловушкадан избежать етті не істеді. Вот Арсенал негізі дайындығы жақсы болды, просто Астон Вилла да қазір керемет бабында. Және Астон Вилла енді өз мүмкіндіктерін не істей алды, Арсеналдікі жол болмады. Негізі Астон Вилла мінез көрсетті деп ойлаймын. Ар жақта енді есеп 1-1 кезде кім ойынды мысалы өз қолына алады деген сұрақ болады да. Кімнің духы жетеді, кім көбірек тәуекелге барады, кім көбірек шабуылдайды, қорғаныс сәл екінші жоспарға жалпы қойып деген сияқты. Бұл жерде Астон Вилла болды жауабы. Мысалы Унай Эмери 80-ші минуттан бастап тік аяқты айқайға салып алға деп сол әр уақыт деп шабуылға жетелеп тұрды да. Артетаның андай ауру бар ғой, сол Гвардиоладан үйреніп алды ма или өзінің сондай ма? Әйтеуір кей кездері осындай бір маңызды матчтарда заменаларды тупо жасайды да. Мысалы сен үздік кім Сака болып жатыр, сен қалай алып тастайсың оны? Жоқ, ана екінші таймда кіммен Дөкерішпен Трастарды әдемі шығарды ғой былай. Жоқ, оны нормально, бірақ ол да прям качественный изменение жасаған жоқ деп ойлаймын. Оларды чуть-чуть прибереге 60-шы минутта шығар. Бұл жерде енді шашақ қалу мәселесі ғой. Өте жоғары жылдамдықта ойнағаннан кейін сен бәрібір де мысалы Әлімжан сіз де футбол ойнайсыз. Сізді мен ертең қосалқы құрамнан шығарып көремін да. Мысалы ше. Және салыстырып көріңіз. Қорғаушылардың физикалық деңгейімен сізде деген ар жақта кәдімгі сен ерекше уже свежий аяқта тұрасың да. Иә. Сен ал егер қорғаныстан сен қорғаушылардан сен физикалық тұрғыда төмен болсаң енді сен 0 деген сөзсің. Бұл жерде қосалқы құрамнан шыққан ойыншы әрдайым қосу керек қой, ойынды күшейту керек қой, сол үшін шығады ол. Егер күшейте алмасаң енді болды. Бірақ бұлар енді күшейтті деп айта алмаймын, өздері жүгіріп объем Трастар голын соқты, одан қалса сол, одан алдында анау соққы уақыттады алыс бұрышқа. Несін тастап тұрып, денесін тастап тұрып. Иә. Бұл жерде Астон Вилланы көбірек мақтау керек сияқты. Астон Вилла жамандаған қарағанда. Жоқ, Арсенал матчтың соңын өз деңгейінде өткізген жоқ деп ойлаймын мен жалпы. Матчтың соңын 80-ші минуттан кейін Астон Вилла жалпы вот соны мен тікелей сол Салахтың кетіп қалған. Білмеймін енді ол жерде Салах деймін. Саканың кетіп қалған. Мүмкін ол жерде сары қағазы болғаннан. Бірақ енді сары қағаз сәл тупы болды. Тупы болды, иә. Ол жерде айқайлап шыңғырып. Жалпы физикалық тұрғыда бәрі қиын болып тұр ғой. Негізі сол ғой проблема. Оңай емес. Кейін бір айтпақшы, мынау ауысым дегенше жалпы слоттан жаңа не үшін Салахты шығармадың деп сұраған екен ғой. Слот пысқады деп па? Баспасөзден. Жоқ, өйтіп жатқан жоқ. Біз 3-2 есебімен жеңіп жаттық. Сол кезде баланс үшін Эндо керек болды. Эндоны шығаруға мен шешім қабылдадым деді. Жалпы ауысым бойынша. Қателесті, значит. Бірақ Исак шығарды екен. Сосын 3-3 болды, кейін деген сияқты. Баланс дегенде ол Эндоны ватару, Эндоны как бұны. Мына жерде енді қазір сонда Астон Вилла чемпиондыққа таласып жатыр ма деген. Ұпай ғой? 3 ұпай ма? Қанша ұпай? Жолда болады ғой осындай клубтар. Астон Вилла былтырда тура осылай ойнады. Астон Вилла чемпиондар лигасына ілінсе рахмет айтсын. 10 рет па қатарынан жеңіске жетті ме бірдеңе болды есіме жоқ. Шыны керек. Бірақ кәдімгі бұл 3-4 орында келе жетті соңына дейін. Ең соңғы турда Манчестер Юнайтедтен жеңілді де Еуропа лигасына ұшып кетті. Әйтпесе жеңгенде MU-ді 3-ші орын болатын еді негізі. Челси де озады енді ар жақта ше.
сөйтіп эмиді мақтап Сити. жазы жада Әлі фаворит. айтар. Бес бөлім бер. эмиюдің мықтылығын Бек айтамын да. ауырсаң Я ауыр тебя біз. не перебивал, ты меня не... эмиюдің мықтылығын айтамын да сол кезде. шіркін-ай. Соңғы турда мінез көрсетіп астан вилла эмиюға ұпай жалпы керек емес ар жақта. Иә, 16-шы орында тұра береді. Мен сол кезде жыным ұстағаны ана Тоттенхэмге өстіп берді ойнамай ма деп. Стресс көтеріп кетті. Сен эмью демей ақ қойшы маған Көңіл шүкір күй болып жүр осы неде қазір эмью біздің соққыға ілінбей жатыр да қайта олардың матчтары аптаның соңында. Сен де қайта прогноз айта бересің оларға. мына осы шығарып қойды деп білемін. Вулверхэмптон айтса енді. Вулверхэмптон эмью не болады? Айырады эмью енді. Вулверхэмптоннен ұтылса енді. Вторник күні рилс күтіңіздер. Алғашқы жеңісі құтты болсын. Вторник күні рилс күтіңіздер. Құрметті қасқырлар. Сіздердің ауылдарыңызда той болады. Вулверхэмптонды айырамыз. Сендер екеуін де Манчестер Сити чемпион болды деген адамсыңдар ғой. Иә. Болады осы турда бір кішкене уайым пайда болды ма Арсеналға қатысты? Интрига пайда болды. Мен уайым деп айта алмаймын, жай болжам бұл жерде. Жоқ, бұл Арсенал деп отырмын әлі чемпиондыққа талас 1000 рет өзгеріп кетуі мүмкін. Мысалы қазір әрине жаңағы Челси сияқты командалар қазір қайттан ход жинап алып 10 ойын қатарынан жеңді. Дидар, бірақ менше ойбай Челси деп отырамыз. Мен бүйтіп осылай ойлап отырмын. Егер даже Ливерпульдің өзі чемпион. Егер Арсенал бүгін Астон Вилланы жеңіп кетсе, кәдімгі ресми болжам шығарып, Арсенал чемпион деп құттықтайтын деп отқам мен. Бірақ міне Арсенал ресми болжамы. Бала жасқа сәл асық болатын бар да. Жоқ, Астон Вилла, мынау Астон Вилланы жеңгеннен кейін болды уже. Басқалар зындап. Тоттенхэм Брентфордты 2-0 есебімен жеңді. Ньюкасл Юнайтед Берлиді 2-1 қапы қалдырды және Эвертон Ноттингем Форестті талқандап тастай салды 3-0 есебімен. АПЛ-дағы матчтар осындай болды. Бүгін Брайтон Вест Хэм және Фулхэм Кристал Пэлас. Фулхэм Кристал Пэлас деген енді Лондонның дербиі ғой, бірақ бұл жерде Кристал Пэлас жеңсе Челсидің осы көтеді турнир есесінде 4-ші орынға көтеріліп алады. Енді апта ортасында жалпы Чемпиондар Лигасының ойыны ғой. Сол себепті барлығы сенбіде ойнап жатты. Сенбіде ойнап алды. Эмью тек қана Чемпиондар Лигасына деймін да. Эмью понедельник ойнайды вообще. Эмью вообще Еврокубокта ойнамайды. Вообще бәрі осы понедельникке қойып отыр. Біз скайппен демалып футбол көріп аламыз. Эмюші әбден нервный қылып жетті. Эмью десе жоқ, елдің бәрі рахаттанып сол отыр кісіне көрсе. 12-ші орында ғой. Уже нешінші тур? Бұрын бізге прикол ұстайтын еді, сендер четверг көресіңдер. Бірақ ше, понедельник көреді. Эмью Вулверхэмптонды жеңсе және Кристал Пэлас ұпай жоғалтса, бірден Челсимен ұпай саны теңеседі. И так теңеседі. Кристал Пэластың жеңгісі Кристал Пэластың жеңген не керек ол? 4-ші орын көтеріледі деген. Ал Кристал Пэлас жеңіп кетсе, 5-ші орын. Сосын Астон Вилладан 6 ұпай алып тастаса, 3-ші орынға көтеріледі. Жоқ, мысалы қазірдің өзінде Манчестер Юнайтед өткен турда кімді жеңсе, Вест Хэмді жеңіп келе жатқан 80 минут. Сөйтіп Вест Хэм не істесе қазір сол 4-5-те жүретін еді. Енді Вест Хэм 18-ші орындағы команда оңай емес. Вулверхэмптон 20. Енді оны жеңу керек. Дұрыс па? Вест Хэм 18-ші орындағы команда ғой. Целый 18-ші орында тұр ғой, оңай емес қой. Просто Манчестер Юнайтедке қарсы келгенде андай подарок жасамайды да олар. Мысалы өткенде Ливерпульге Вест Хэм ойнатса, пакетап жоқ жерден удаление болып, ана жақта шығып. Ол кезде 2-0 жалпы 85-ші минут мәселе шешіліп болған. Жоқ. 1-0 болып жатқанда ол кетті. Ана жерде еще Вест Хэмнің кәдімгі бір доминационный удары болды. Соңғы минуттарда ол қанша? 84-ші минутта болды шешіліп болған нәрсе. Испания Ла Лигасында қызықтарға бір өтейікті. Испания Ла Лигасында Атлетик Билбао, Атлетико Мадридті 1-0 есебімен жеңіп кетті. Реал мен Барса зорлаған Атлетиктен Атлетико Мадрид қалай жеңіліп жүр? Өткенде кім отырды мына жерде Атлетико чемпион болады деп? Кім отырды? Әлібек Кенжалы. Әлібек отырды. Ол чемпиондар лигасы ұтады деді. Ла Лигаға. Міне қарасай, команда топ 10-ға кіреді қазір өмірде. Апта ортасында чемпиондар лигасы күш үнемдеу үшін Атлетикке қарсы былай-былай ойнады. Былай-былай ойнай салады. Енді чемпиондар лигасында келесі турда кіммен ойнайды дейін ба? Соны жеңеді ол. Жарайды. Жоқ, ол кеп тұр ғой. PSV жеңіп тұр. Сырт алаңда. PSV күшініңді ме қойсаңды жеңесің ғой. Сырт алаңда ғой. PSV Ливерпульді білем. Бірақ енді PSV-ні былай қойды. Сол кезде Арне Слотты давай до свидания деу керек еді. Мейлі енді қазір Интер зорлайды оларды осы неде. Зорлау қойып кетті жода. Сөйтіп. Ол мақұл. Бетис Барселона. Севильядағы матчта 8 голдың куәсі болдық. 8 гол. Антони Когым
есеп ашты 60 минутта. Боттардың гол соғады. аңыздарға соқты бүгін. Ен оны Ферран қоя бер. Решфорд қана жетпеді. Манчестерский дерби болды ғой. Решфорд қана шықпады ғой. Решфордқа соқпады деймін. Иә, бірақ Решфорд қақпашымен бірге бір шығып соқпады ғой. Не керек басқа? Бетіне не керек енді? Жоқ, Барселонада гол соғу деген негізі оңай нәрсе ғой. мен сол үшін сөйте салдым ғой, мына жерде Ферран Торрестің Руни барынша гол соғып жатыр ғой. Барселона 16 матчта 47 гол соққан ғой. 47 гол. Екеуі ғана Решфорд. Екеуі ма? Топ 5 чемпионатта ең көп. Ау? Екеуі ма? Біреу Екеуі дейміз ғой. Екеуі бар. Құдайға шүкір, сол ғана үміт ұстап тұр. Ассист те жоқ қой бүгін еще. Бавария 49 гол екен енді. Екінші орында түсіп қалыпты бейшара. Бірақ Бавария бүгін айырып алды. Бексұлтан, сен крест қойған Ферран Торрес хет-трик жасады бүгін. Иә. Крестті мойнына іліп бүйтіп Крестінде плюске ауыстырасың ба былай ғой? Жоқ, бүгін Ферран Торрес өз мүмкіндіктерін пайдаланды, дұрыс. 3 голын соқты. Тек мақтау. Міне. Бетис өмір бақи осы Барселонаның клиенті, олар жақсы. Иә, бірінші гол соғып алса да, иә. Өтірік өткен маусымда ғана 2 рет тең нәтиже ойнап қалды. Өткен маусымда. Өткен маусымда. Оның алдындағын білмеймін, бірақ 1-1 ойнаған, және 2-2 1-1 ойнаған соңғы ойында. 30-шы турда. Оның алдында ол кубок болған, кубокте жеңген, және Ла Лигада тағы да 2-2. Айтып тұрмын ба? Ла Лигада 2 рет тең нәтиже ойнаған. Бетис деген оңай емес. Кубок жүргізбесін. Бірден қара, Барсаны жеңсін, бірден құнсыздандырғысы келеді. Хейтер. Құнсыздандырғысы. Бірақ енді ана пенальти туралы не айтасың? Пенальти енді сіздер не деп ойлайсыздар? Мен Пенальти деген ұят деп ойлаймыз. 4-5. Пенальти del favor Барселона. Енді Ламин Ямал гол соқпай кетті, гол соқсын деді. Ламин Ямал бүгін байқасаңдар, ана Руни Барджи шықты ғой. Руни қапталда шықты, мынау ортада шығып отыр. Ойлашы, пенальти болмаса 4-3, соңғы секундта соқып кетесің 4-4. Иә, әрине. Тағы да бір тең. Ұрлап кетті ғой жалпы. Пенальти өтірік енді. Былай ғой. Пенальти өтірік па? Таза. Өтірік ол. Сәл өтірік. Мен Google-дан іздеп көрдім. Бұл негізі КПЛ-да осындай пенальти болса, ана төрешіні кім сатып алды деп уже бүйтіп отырады. Уже сен отырады. Мысалы, Эрик Гарсияға пенальти берілген сәт еске түседі, кішігірім. Сен Реалға қарсы матчта айтып отырсың ба? Иә, Реалға қарсы. Бұл жерде де сәл сұрақтар болды деген сияқты. Жоқ, мынау кәдімгідей қате ғой. Кәдімгі қате, сен бірінші денесіне тиеді да қорғаушының, сосын қолына тиеді. Ондайды қойылмайды ол. Қол былай тұрды да, просто ше, мына бастан асып тұрды да. Қолынан отскок, понимаешь, ол қолын қайқап береді. Ой, денесінен қолына отскок. Қабырғасынан. Жоқ, аяғынан. Қабырғасынан. Саннан. Қабырғасынан. Какая разница, хоть мынаған тиеді да былай кетеді. Қабырға емес енді, сәл бөкшесінен ғой. Бапты аяғымыз ғой енді. Денесі ғой. Саны. Қай жерінен болса да. Бапты бүйрегі. Жоқ, мақұл пенальти болса, болмай Позорный пенальти ғой. Өтірік пенальти. Одан қалса андай ғой, бір қызығы. И так 4-1 жеңіп отыр ғой. Жоқ, бір қызығы. Сол доп қолға тиді ғой енді. Жоқ, по факту доп қолға тиді. Андай футболдың ережесімен қарамасаң. Бір Барселона ойыншысы сол кезде андай апеллировать еткен жоқ та, қол көтеріп. Бірақ ана жақтан матч ана эпизод неғып тастағаннан кейін шақырып варға қарап, одан 85 сағат зерттеп кәдімгідей. Сол мен вардан кейін оны қалай. Даже теуіп отқанда Решфордтың өзі былқ еткен жоқ қой. Ары қарай атаканы жалғастырып, Баратарды алдап барып шығып кетті емес па? Негізі мен шын керек Google-дан, жалпы бүкіл Twitter-лерден ақпараттарды іздеп шықтым да. Отскок от тела деген мәселе бар ғой. Подкат болса да, не болса да, жалпы біраз скандал болып жатыр. Жалпы қолға тию деген осы төрешілерде ең қатты проблема дейді. Жоқ, оны и так білеміз. Түсінікті ғой, ең қатты проблема, және бұл жерде ресми ереже бойынша бір ғана жалпы ереже бар, қалған бар рекомендация, контекстке байланысты деген сияқты. Бір ғана ереже дене көлемін ұлғайту. Бұл жерде дене көлемін ұлғайтып тұрды. Бексұлтан ақтай алмайсың деймін. Жоқ, мен оны ақтап физика ғой, Бекс. Өзі шығатта айтады. Шабуылшысың деп, сен де қорғаушысың ғой, мысалға. Сен сол сәтте қолың не істейсің, шауып тастайсың ба? Жоқ, жарайды, алайын. Қате пенальти. Мынандай болып тұрған сәт қайтып алып тастайсың? Бір секундтың ішінде. Ертең біз тура осындай сәттер болып тұратын сияқты мен келесі жолда. Ол қай кезде болса да ол қате болады. Прецедент болып тұр да еще сонымен қоса. Ол қай кезде болса да ол прецедент. Мысалы бүгін вот таза пенальти қойылатын жаңағы Гравенбергтің қолына тиген эпизод, когда Лиц гол соққан кезде. Мысалы ол жерде бірақ пенальти қойылмады, өйткені гол болып кетті. Жарайды, болса. Мына жерде қалай сендер, в общем, Ла Лига деген бір бөлек дүние негізі өздері. Өздерімен өздері
сосын чемпиондар лигасында спорласып жүресіңдер, бұндайға пенальти қою керек еді ғой деп. жарайды. Бүгін Ла Лигада Реалдың матчы болады. Түнгі сағат 01:00-де Реал Мадрид Сельта арасындағы ойынды міндетті түрде тікелей эфирде. Енді Барселона туралы айтайық та, жалпы не? Төреш туралы айтып аяқтай саламыз ба? Несін айтасың? Ламини Ямали, Ламини Хамали Навали. Хамали Навали ортада ойнады дедім ғой мен саған. Иә, Лионель Месси болған жалпы бұл кісі. Лионель Месси де оң қапталда бастап сап позициясына өтіп еді ғой. Под нападающий, ше? Сондай сияқты. Лионель Ямали. Иә. Лионель Ямали. Хамали Навали, жалпы Ламин Ямал. Навали. Самое главное, что Қараша айының навалил. ойыншысы атанды Ла Лигада біріншіден. Сіздер хейт етіп жатқан мысалы. Кім хейт етті? Үнемі жақтырмайсыңдар ғой? Қараша айының үздік ойыншысы қайда? Бля, сендер вообще. Ламин Ямал спак болып Спак болып кетті деген сендер ғой? Дидар айтты сөйтіп. Поднимите архивы. Поднимите архивы. Спак болып кетті, Ламин Ямал, травма-пақадан кейін бітіш болып кетті деген сендер ғой? Бля, соны конкретно тауып берші маған. Конкретно сондай сөзім аузымнан шықса, базар жоқ. Мойындайын. Болды. Құрметті көрермен, Ламин Ямалды қайсыда? Қараша айында. Датасын жазып қойды. Қараша айында Дидарын жамандаған дәл тапқан адамға Бексұлтанның атынан неше? 10 мың теңге? 5 мың теңге дейікші. 5 мың. Все вот. 5 мың теңге. Бәрі сіздер. Жамандаған Ламин Ямал туралы бір ақпар айтады ғой. Соны бейт. Қараша айында. Ол ақпар емес. Ламин Ямал жақсы десе ол тауып көре салады ғой ақпар деген. Жоқ, жаман деген ақпар табу керек қой. Жаман кәдімгі спат. Сен кәдімгідей Ламин Ямалды жамандап атқан, хейтер деп не істеп болды. Сонда хейт жамандап атқан. Сосын ол 5 мың теңге алу оңай емес, ол Дидар мойындау керек еще. 10 мың бола берсін. Берсұлтанның қалтасынан 5 мың теңге берсін, еңбек ол. Дидар мойындау керек еще. Мойындай салам. Ламин туралы жалпы Дидардың айтқан бір. Ол Ламин Ямалды торысы да айтып жүрсің ғой Бексұлтан. Мессимен ұйқастырып жатсың. Енді ол Барселона біраз айтылған дүние. Бірақ бүгін Мессидің өзін айтатын себеп бар ғой. Иә, айта. Лионель Месси МЛС кубогында чемпион атанды. Кезек трофей. Трофей алып отыр. Сонда бұл МЛС чемпионы ма кәдімгі? Чемпион, иә. Кәдімгі. ақш чемпионы. Мәссаған. Жаңа солтүстік Сонда Испания конференциясы. чемпионы, Франция чемпионы және ақш чемпионы. Батыс конференция мен шығыс конференция қосылады. Плей-офф. Ванкуверді шығып отыр. Месси битті, в общем, трофей қандай алатын рецептім бар деді. Родриго де Польді шақырасын. Охранник келіп қиратады бәрі. Болды. Де Поль еще гол соқты. Ар жақта өзінің тоже кентишкалы негізі ана Месси действительно как-то кентишкаларын жинап алып, кайфпен ойнап жүрді просто. 2 ассист берген екен ол кезде. Жорди Альба, Бускетс, Луис Суарес. Сосын маған түсініксіз болып тұр. Мен матчты көрген жоқпын да, бірақ Алленде деген 90+6 минутта гол соқты да, Месси плюс Альба. Ол хоккейский система. МЛС-те жалпы ключевой пасты да. Предголевой. Предголевой кімде? Альбада ма? Иә. Жорди Альба. Голевой и нетте санайды. И үшеуіне де очко береді. Ертең Европаға да келуі мүмкін ғой бұл. Жоқ, керек емес. Иә, америкалықтар үйреніп қалған ғой бұндайға. Бақытып, миды ашытып керек емес. Кәдімгі пас, гол, болды, жетеді бізге сол. Бәрекелді, құтты болсын. Бірақ ключевой пасты есептесе, негізі есептеген болса, негізі Месси Жоқ, қазір кез келген статистикалық нәрсе, олар есептеледі, оны, пожалуйста, сен ашасың, бірақ оландай. Негізі анау, сол ключевой пас деген негізі анау Мессидің жанкүйерлері үшін андай мықты еді ғой. Былай статистика болады оны. Гол пасы, сол школа МЛС-ке барған. Именно осы ключевой пас дегенде ше, былай Месси, мысалы Мессиде 400 ключевой пасты, мысалы. Ключевой пас жинап ал екінші орында 180 сондай еді былай жалпы тарихта енді. Интер Майами тұңғыш рет чемпион атанып отыр. 5 жыл ма болды ғой. Бекхэм көкеге ризамын. Енді Мессидің ойынын біз міндетті түрде әлем чемпионатында көреміз. 2026 жылы әлем чемпионаты болады. Сол әлем чемпионатының жеребесі тартылды. Әлеке өзінің каналында превью жасады. Біз де өзіміздің соққы және гол бастарымызда превью жасадық. Сондықтан осы видеоны тамашалап біткеннен кейін біздің превьюлерді көрсеңіздер болады міндетті түрде. Одан алдын әлем чемпионатына дейін финалиссима көреміз. Ол қашан болады? Аргентина мен Испания қателеспесем февральдың соңына қарай. Қатарда? Ямал мен Мессидің текетіресін көреміз. Жалпы сосын Ямал мен Месси. Ямал айырып алады мені, мақтап жатырмын под протокол. Подтверждаю. Неғо жалпы хаттама демекші, анау Ньюкасл Челси дегенге жалпы бекітейін ба? Бектебір, бұл қол беріп қойдым. Бектебір, ана өзің бланк нотын алып. Бексұлтан екеумізді ауыр болып тұр ма? Ауыр емес. 30 мың может.
екеуміздікі қандайлар бар айтсашы. Слот 1-қаңтарға дейін кетеді, кетпейді. Бітті ұтып отырмын. Менікі бағасымен айтып отыршы, 50 мың теңге. 50 мың теңге. Тренд әлем чемпионатына бармайды. Мен бармайды деймін. Мен барады деймін. Оған 50 мың теңге. Пока что енді Решфорд 8,5 гол больше пасовкаға. тағы да жақын Эмил топ 5 75 мың теңге. 75-ке спорт еттік па? Қой, алдық қойған. Жазып да жерде. Былтыр потолок болған еді. Эмил Арсеналдан жоғары болады деп Дидар Қадыровпен 20 мың теңгеге спорт етті да. Сосын ішім ашып. Ол өтті кетті. Айтпақ қойшы, наны кастандап. Сосын Болды, по-моему. сосын екеуміз Біздің екеуміздің спорымыз бар. Челси топ. Неймар әлем чемпионатына шақырту алады. Мен алмайды дедім, сен алады дедім, 10 мың теңге. Өткен маусым Сосын болды. тағы да бір нәрсе оны бекс сол ана топ трансферде айтқан кезде өшіріп тастаған ақ қой. жоқ, екеуміз Дидар екеуміз спорт біз еттік. кеше спорт. Ол өткен маусым ғой, мен жаңа маусымдарды айтып отырмын. Бармайды. Тыңдамаймын олар бізді. Бармайды, қандай маусым болса да бармайды болды. Неймар жауасың. Кеше Дидар екеуміз спорт еттік. Жоқ, Неймарды почетный капитан деп апарады. оны сен өзің хаттамаңа жазып ал, мен. Жақсы жігіттер, соққы және гол сен- арнасына кеше тіркеліңіздер деп едік. Құрметті көрермендер, тіркеліп 70 мың оқырманға жетті, құтты болсын. Рахмет сіздерге. Соққы лайф YouTube арнасында 40 мың оқырман болдық. Рахмат. Сондықтан соққы және голға тіркеліп, соққы лайфқа тіркелмесеңіздер, қарап қойыңыздар қазір. Соққы лайфқа да тіркеліңіздер, себебі мұнда күшті ойындар бар, осындай футбол жайлы айтатын әңгімеміз бар. Алаяқ ойынын көрсеңіздер, вот соңғы алаяқ енді потолок болды, көрдің бе Әлеке? Бір зарплата екен ғой Бексұлтанға ойлайсыз. Бір зарплата, Бекске жұмыс істеймін десе. Менен алып Бекске. Мен может сразу Бекске көре беремін. Сондықтан соққы лайф YouTube арнасына міндетті түрде тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ертең дүйсенбі күні Фонтим арнасында видео шығады, оны көріңіздер. Ал сейсенбі, сәрсенбі күні Чемпиондар лигасынан кейін соққы және гол арнасында, осында Алматының студиясында жігіттер жиналып, видео түсіреді. Біз Астанадан тікелей Наконец-то Есет Төлешке тапсырамын осы орында. Чемпиондар лигасының матчтарын сейсенбі және сәрсенбі күндері талқылаймыз. Ол жақта енді сұмдық ойын Реал Мадрид Манчестер Сити ме? Қайрат Олимпиакос. Қайрат Олимпиакос. Аталанта Челси. О, мінекей. Ойын көкөз қақта жатыр. Интер Ливерпуль. Қораздар қақта жатыр. Манчестер Юнайтед ойнамайды. Бұл бір Онда соққы лайф видео арнасына міндетті түрде тіркеліңіздер. Тағы да айтамын, осымен видеомызды аяқтаймыз. Бексұлтан Кеулімқос, Әлімжан Тасболатұлы, Дидар Есемов және Әлімжан Асқар келесі кездескенше сау болыңыздар. Эмил не үшін дүйсенбі күні ойын түсіндім. Как будто бір андай Еврокубок сияқты настрой болсын деп ше. Иә, дұрыс. Түнде, түнгі бірде. Бізден қашып жүр препати ол. дейді ғой. Соққыдан қашып жүр ол.